Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін 4-ші бөлім бойынша тест тапсырмаларына тоқталмақшымын. Бірінші, while цикл операторының дұрыс жазылуын көрсетіңдер дейді. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, while өрнек. Бұл жерден біріне автомат түрде мысалға біз жауапты сызып аламыз, мына жауапты мысалға. Бұл емес. Мына жер тағы да do. Енді мына екі өрнекті қараңыздар, бір-бірімен бірдей. Тек қана айырмашылық қарасаңыздар, мына жерде қос нүкте, мына жерде нүктелі тұр. Сондықтан да бізде дұрыс жауап қос нүкте. Мысалы, мына жерде дұрыс жауап бар. Сондықтан да бізде дұрыс, яғни A нұсқасы болады. Бұл жерде жауап. Келесі, for цикл операторының дұрыс жазылуын көрсет дейді. Бұл жерде де қарап отырсаңыздар, бір-бірінен айырмашылық неде? For мен барлығы да басталып тұр. Цикл параметр дейді. Бірдей. Қарап отырсақ. Енді мына жерде нүктелі тұр беріліп тұр. Бұл жауапты біз бірден сызып тастаймыз, яғни бұл емес. Мына жерде тағы да солай беріліп тұр, бұл емес. Енді қараңыздар, біз білеміз for I in range деп қолданып жүрміз, Олай болатын болса, енді қараңыздар. Мына C және D нұсқасында қандай айырмашылық бар? Мына жерде жақшамен беріліп тұрды, мына жердегі тырнақшамен бізде жауап сонда C нұсқасы болып табылады. Дұрыс жауап. Келесі, итерация дегеніміз не? Бұл енді ереже, оны оқыған болсаңыздар, бұны бірден ғана белгілей аласыздар. Бір реттік орындау, бірнеше рет орындауды қажет ететін код тізбегі, алдына жоқ. Бұл жерде жауап E нұсқасы. Бұл ереже енді, бұны түсіндірудің қажет жоқ деп ойлаймын. Келесі, while x кіші 2. Циклының денесі қай уақытқа дейін орындалады дейді. Біз білеміз, дейінгі мәнді қабылдайды әр уақытта да. Мына жерде x2-ден кіші немесе оған тең болғанша. Тең деген жауап бізде жоқ, тек қана кіші ғана таңбасы тұр. x2-ден кіші болғанша дейді. Кіші болғанша ол орындала береді. Қай уақытқа дейін орындалады деп тұр ғой біз. Сондықтан да біз қай уақытта тоқтайтын табайын тұрмыз. x2-ден үлкен болғанша, жоқ, үлкен болғанды қабылдамайды. x2-ге тең болған кезде тоқтайды. Өйткені мына жерде теңдік деген таңба жоқ, шартта тек қана кіші деген бар. X қай уақытта мына шарт қанағаттанбай қалады, сол кезде тоқтап қалады. Сонда бізде жауап x2-ге тең болғанда тоқтайды. Келесі, 5. Pythonның цикл операторына жатпайтын оператор дейді. Pythonның цикл операторына жатпайтын оператор. For, to, do, while, repeat, until, to, while. Енді мына жерде бағы сәл-сәл сұраққа тек етті ме екен? Бұл жерде мен мысалға дұрыс жауапты while алар едім. Бұл жатпайды емес, жататын деп, Pythonдағы цикл оператор деп. For да жатады Pythonда цикл операторына, бірақ to do деп қолданбаймыз. Бұл қате болып кетеді. While жатады, бірақ do'ды қолданбаймыз. Мына жауап екеуісін кетіреміз. Сонда біз мына жер жатпайтын емес, бұл жер жататын деп алып дұрыс жауап болады деп ойлаймын. Ал сіздер де өз нұсқаларыңызды комментарийға ұсына тұрыңыздар. Мына есептімді түсінбей қалдым. Келесі, for цикл операторының дұрыс жазылуын көрсет дейді. Жаңада айтып өттік, for I in range деп. Міне біздегі жауап D нұсқасы. Алғашқы мән, соңғы мән. Онға дейінгі мәнді қабылдайды бірден бастап деп. Келесі, трасировка дегеніміз не? Процессор жұмысының моделі, электрондық кесте, алгоритм сипаттаудың графикалық әдісі. Бұл жерде жауап И. Келесі, берілген программа фрагментінің орындау нәтижесінде экранға не шығады? Экранға не шығады? Енді қараңыздар. I тең болатын 0-ге дейді. Енді while I кіші 3-тен. Бірінші не келеді бұл жерге? Мына жерде қате кетіп қалған, I плюс дейді. Мына жерде не қате кетті екен? Қазір мен кітапты ашып қарайтын болам. Бұл жерде
ай тең ай плюс 1 екен мына жерде. Ай тең ай плюс 1 екен. Принтте тағыдан мына қате кеткен екен өзі. Былай екен. Жазып көрейік бұл жерде. Ай келеді, айға бірінші 0 келеді, яғни 0 келеді. 0 кіші 3-тен, принт шығарады айды. 0 шықты экранға. Келесі айға 1-ді қосады. Солай ма? Айға 1-ді қосады. Келесі мына принт негізгі циклдың ішінде. Бұл принт негізгі циклдың сыртында тұру керек. Мына принт мына жаққа тұру керек сонда. Циклдың сыртында. Келесі бізде мына 1 болдық па? Келесі бізге 1 барады дейміз. Мына сыртында, Келесі бізге 1 барады дейміз. Сонда 1 кіші 3-тен, принт шығарады 1-ді дейміз. Сонда 1-ге 1-ді қосты, келесі айналымға 2 барады дейміз. 2 кіші 3-тен, 2 шықты дейміз экранға. Солай ғой, келесі айналымға 2 1-дан 3 барады. 3 кіші 3-тен. Жоқ, ол айналым келмей қалды. Сонда бізде циклдың сыртындағы әрекет орындалады. Келген 3-ге 1-ді қосады да бізге бұл жерге 4-ті шығарады. Мына принт орындалады. Сонда бізде 0 1 2 4 деген жауап. 0 1 2 4. Ол жауап бізде жоқ. Негізінде бізде мына жауап шығады. Мына жауап бар ғой, қолда қараңыздар. Кітапта оқулықтағыда нұсқасында мына жауап бар екен. Мына электронды нұсқасы мен ашып отқанымда қате бар екен. Мынау нұсқасында. Сонда нұсқасы дұрыс жауап. Келесі. Программа фрагментінің орындалу нәтижесінде экранға не шығады дейді. Енді көрейік. Бірінші тағы да бұл жерде не барады? Бірінші ай 0-ге тегіс болды. Бірінші 0 келеді. 0 кіші 3-тен. Принттен кейінгі жақша алынып алған екен астында, мынау жақша тұрады, принт шығарады айды. 0 шықты. Экранға артына қарай 1-ге арттырады. 0-ді 1-ге арттырады. Мына әзірге орындалмайды, әйтпесе деген жағдайда орындалады. Сонда 0-ге 1-ді арттырды, 1 келесі айналымға 1 келеді. 1 кіші 3-тен шығарады 1-ді экранға. Арман қарай 1-ді арттырады, 2 келеді. 2 кіші 3-тен принт шығарады экранға 2-ні. 2-ні 1-ге арттырады, 3 келеді мына жерге. 3 кіші 3-тен. Жоқ, уже мына принт орындамайды, автомат әйтпесе деген принтке келеді да, экранға 0 шығады. Мына жерде принт астында жақшасы қалып қойған екен. Сонда бізде жауап 0 1 2 0. Жауап бізде B нұсқасы болды. Келесі 10 сұрақ. Тағы да бізге нәтижесін сұрап тұр екен, Дәл жаңағыдай қылып өздеріңізді орындап көрсеңіздер болады. Бұл жерде тағы да бірінші 0 келеді. 0 кіші 5-тен принт шығарады экранға 0-ді. 0-ді 1-ге арттырады. Арман қарай мына жерде 0 тең 3-ге жоқ. Тоқтамайды программа. Келесі әрекетке келеді. Мына жерде 1-ге арттырып 1 болып келді. 1 келеді экранға. Мына экранға нәтижеге 1 шығады. Арман қарай 1-ді 1-ге арттырады. 2 болады. 2 келеді. Мына жерде 2 болды. 2 мына жерге келді. 2 тең 3-ге жоқ. Орын арманға келесі айналымға 2 келді. 2 кіші 5-тен принт шығарады экранға 2-ні. Енді 2-ні 1-ге арттырады. 3 болады. 3 тең 3-ге. Олай болса, программа тоқтады осы жерден. Сонда 0 1 2 жауап. Мына нұсқасы. Келесі 11. Мына жерде барлығында программа берілген екен. Келесі 11-де енді for бойынша беріліп тұр, 1 мен 0 дейді, арттырамыз 1-ге дейді. Бірінші 1 келеді, 1-ді 1-ге 2 болады, келесі 0, 1 болады. Сонда жауап бізде үй нұсқасы болады. Бұл жер жеңіл екен. Келесі, қайыр операторды циклды тоқтатуға пайдаланады дейді. Бұл брейк. Білеміз, үй нұсқасы жауап. Келесі 13. 13 нәтижесінде экранға не шығады дейді. Енді айды да сумды да 0-ге теңестіріп алып тұр,
мына жерден енді кіші немесе тең деген бар. Яғни 4-ті де қабылдайды деген сөз мәні сонда. Қазір көреміз. Енді бұл жерде біз былай қылып алайық. Мынау ай болсын, мынау сумды мен S деп алайын, екеуінің мәнін қазір көреміз. Енді мына жерге бірінші 0 келді. 0 кіші 4-тен, келесі келді, мына жерге 0-ді арттырды. Нешеге? Бірінші айға 0 келіп тұр. Мына жерде сумға айды қосып, екеуі де 0, 0-ге 0-ді қосқанда 0 болып тұр S-та. Келесі айды 1-ге арттыр дейді. 1, 0-ге 1 қосам 1 келіп тұр. Сонда мына айналымға келесіге 1 келіп тұр деген сөз. Арман қарай 1 кіші немесе тең 4-тен арман қарай несе дейді? 1-ді сумды қос айға дейді. Яғни 0-ге 1-ді қосам. Сум сонда 1-ге тең болады. Мына екеуі қосқан кезде, мына екеуі қосылайын деп тұр. Келесі мына жерде айды 1-ге арттыр дейді. Мына 1 рет оған 1-ді қосам, сонда бұл 2-ге тең болып тұр ай. 2 сонда арман қарай. Келесі айналымға 2 келіп тұр. 2 келіп тұр, 2 мына шарттан өтіп тұр. Арман қарай енді сумға айды қосайды. Мына жерде 1-ге тең, сумыз, мынауымыз 2-ге тең. Сонда мына жердегі сум біздің 3-ге тең болады. Келесі қадамға келіп тұрған кезде айды 1-ге арттырады. Яғни айымыз енді біздің 3-ге тең болады. Сонда келесі қадамға 3 келіп тұр. 3 мына шартты қанағаттандырады. Мына сумға айды қосайды. Сонда 3-ге 3-ті қосам. Мына жер сонда 6-ға тең болады деген сөз. Келесі айды 1-ге арттырады. Айым 3-ге тең еді, оны 1-ге арттырып 4-ге тең қыламын. Келесі мына жер 4 келіп тұр. 4 кіші емес, бірақ тең деген шарт бар. Шартында қанағаттандырады. Сондықтан да келесі қадамға өтемін. 4-ге нені қос дейді сонда бізге? Сумға айды қосайды. Мына екеуін қосам. Сонда бұл жерде 10-ға тең болады. Енді келесі мына жаққа барған кезде 10, яғни шартта қанағаттандырмайды, арман қарай жүрмейді деген сөз. Сонда бізде экранға сумды шығарады. Ең соңғы S-міздің мәні 10-ға тең. Сонда бізде жауап B нұсқасы болады. Келесі 14. Программа фрагментінің орындалу нәтижесінде экранға не шығады дейді. Тағы да программаның коды берілген, нәтижесінде бұл жерде оңай екен. 1-ден 6-ға дейін бір қадаммен. Сонда барлық сан шығып шығады. 1 дейінгі мәнді қабылдайды, яғни ең соңғы мәніміз 5 болады. Сонда жауап Үй нұсқасы болады. Келесі, қолдан жасалған транслировка деген не? Процессор жұмысын модельдеу, алгоритмнің әрбір командасын орындай отырып, командалардың орын нәтижесін транслировка енгізу. Жауап И. Арғы жауапты оқудың да қажеті жоқ. Міне. Яғни біз 4-ші тарау бойынша тест нұсқаларына толық тоқталып шықтық. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, кері байланыс беріп, каналды қолдай отырыңыздар.